достар. Нөмір 4-ші мектеп лицейінің тәрбиеленуші Жұмабай Көзайым. Менің әпкемнің аты Нұржамал. Анау, менің әжемнің аты Нұрпайызова Айнұр. Достар, қазақтың ұлттық тағамын құртты жасап көрсетеміз. Құрт жасау үшін алдымен сүтті пісіріп аламыз. Піскен сүтті суысқаннан кейін оны ұйытамыз. Дайын болған айранды күбіге салып май аламыз. Май алынған айранды отқа қойып ыстамыз. Одан кейін қалтаға қойып сарысуын ағызамыз. Алдымен құрт жасау үшін қолымызды жақсылап жуып аламыз. Ал кеттік. Дайын болған сүзбеге бір қасық тұз саламыз. Тұз салынғаннан кейін енді әбден араластырамыз. Ақтап жасаймыз. Міне. Домалақтап атып. Ал енді сау бол. Міне құрттарды енді мен жасап болдым. Енді оны далаға барып жаямыз. Мінекей, енді біз бағанағы жасаған құрттарымызды жайып кептіріп жатырмыз. Сау болыңыздар.